Сәлем достар. Біз жанұямызбен Жетісу саябағына бардық. Табиғатпен жақын болу маңызды. Сен де досым, табиғатқа шығуды әдетке айналдыр. Менің бауырларыма да ұнаған сияқты, қане сұрап көрейікші. Қане Лашын, айта қойшы, саған табиғат аясына шығу өте ұнады ма? Иә, маған өте ұнады. Анель, саған да табиғат аясында отыру ұнаған шығар. Иә, ұнады. Ал сізге ше, анашым? Иә, әрине қызым, дұрыс айтасың. Адам баласы табиғатқа шығу өте маңызды және пайдалы. Табиғатпен етене жақын болу қажет. Сондықтан да балалар, табиғатқа үнемі шығып тұруды әдетке айналдырайық. Мезгілдің қай күні болмасын, далаға шығуды әдетке айналдырып, серуендеп тұрыңдар.